Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осылай жабыспай шашырап пісетін және түрі сап-сары әдемі дәмді болып шығатын шашпа палау пісіреміз. Толық құрамы мен мөлшерін видеоның астына міндетті түрде қалдырып кететін боламын. Бізге пияз, сәбіз, ет керек. Пиязды осылай ұзынша етіп тураймыз. Пиязымызды көп болғаны жақсы. Сәбізімізді де осылай бөліп алып, ұзынша етіп тураймыз. Өте үлкен қылмаймыз, өйткені үлкен болып әдемі көрінбей кетеді. Өте ұзында қылмаймыз, осылай орташа етіп тураймыз. Етімізді осылай үлкен бөліктерге бөлеміз. Менде сиыр еті, кез келген етті қолдануға болады. Қазанға май құямыз. Майымыз қызғаннан кейін ең алдымен пиязды салып қуырамыз. Пиязды әбден қоңырқай түске енгенше қуырамыз. Біздің палауымыздың сап-сары болып шығатын құпиясы пиязды көбірек қосып, және осылай қоңырқай түске енгенше қуыруымыз керек. Енді үстіне етті салып қуырамыз. Етті жақсылап қуыруымыз керек. Етімізді қуырып болғаннан кейін үстіне ұзынша етіп турап алған сәбізімізді салып 2-3 минуттай қуырсақ жеткілікті. Менде үлкен малдың еті болғандықтан мен үстіне кішкене су құйып, етімді біраз қайнатып пісіріп аламын. Оған дейін күрішімді өлшеп салып, сіздерге түсінікті болу үшін менде осындай күріш 2 кесеге өлшеп саламын. Кейбіреулері күрішім бір-біріне жабысып қалады деп жатады, сондықтан мен осылай суды өлшеп құйып көрсететін боламын. Күрішті 4-5 рет суымыз тап-таза болғанға дейін жуамыз. Енді менде еттің суы тартылып дайын тұр. Үстіне жуып алған күрішімді салып араластырып жіберемін. Дәміне қарай кішкене тұз саламыз. Мен артық приправа ештеңе қоспаймын. Осы рецептпен жасасаңыздар, өзі де өте дәмді болып шығады. Күрішті басатында етіп су құямыз, немесе мен 2 кесе күріш салдым. Оған 3-3,5 кесе су өлшеп құйсаңыздар болады. Бетін жауып кішкене қайнайды. Осылай қайнаған кезде бір араластырып жібереміз. Тұзын көреміз. Менде кішкене тұзы аздау. Кішкене тұз саламын. Тұз салып араластырамын. Енді бетін қақпағын жауып, суы тартылғанша қайнатамыз. Суы тартылғаннан кейін
осындай бір бас чеснокты ортасына салып жібереміз. Күрішті осылай ортасына қарай жинаймыз. Қазанның қақпағын жауып, отымызды баяу отта 30 минуттай пісіреміз. Мінекей біздің күрішіміз дайын. Сап-сары, бір-біріне жабыспай шашылып, пісіп шықты. Біздің күрішіміз дайын. Сізде үй жағдайында осындай шашпа палау пісіріп көріңіз. Өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.